күйеуге шығып келін болып түскеннен кейін сәукелемен келеді ғой. Сол сәукелені жаңағы шешкеннен кейін келіншекке осындай қасаба деген бас киім кигізеді. Бұны қасаба деп атаған ертеде. Бұл енді келіншек болсын, жас келіншекке сай мына жағы, оюлары бәрі қызыл болып жасалынады. Қызыл болып жасалынады да, мына басындағы қасабаның өзі өте әдемі болады. Бұдан кейін арт жағында кішкене орамал байлаған сияқты арт жағында несі болады. Мынау кимешектің арт жағында құйрықшасы болады. Оны қозы құйрық дейді. Осындай әдемі жаңағы келіншек түскеннен кейін енді 30-35 жастағы келіншектер киеді ғой енді осындай. Жаңағы келіншек кигеннен кейін жас ұлғайып 40-50 жастарға келген кезде мінекей осы шамаларда күндік деген киеді мынандай. Күндік әдемі той томалаққа, жаңағы бесік тойға, сүндет тойға, жаңағы тілашар тойға, сондай әртүрлі тойларға киіледі екен. Оның несі жас ерекшелігіне байланысты қызыл болмай келді. Енді көк моншақтан, көк оюдан, жаңағы әдемілеп, арт жағын әулетін басып тұру үшін арт жағын ұзын қып тігеді. Ұзын қып тігеді. Бұл кимешектің мына жағы бір ғасырдан асып кеткен, 1,5 ғасырдай болып кеткен. Өйткені менің шешем киген еді бұны. Шешем киген жағын өз қолымен тіккен, ана жағы кішкене кірленіп, ескіріп қалған соң мен мынандай қып өзгертіп, реставрация жасап тігіп алдым. Өз қолыменен. Бұл жаңағы 40, 50, 60 шамасындағы кісілер киетін кимешек. Кимешекке 2 ғасыр болған. Бұл кимешектің атын Қызай кимешек дейді екен. Менің әжемнің өзі Қызайдың қызы болған екен. Сол әжем өз қолымен тіккен өте шебер кісі болған. Ол кісінің өзі 97 жасқа кеп қайтыс болды. Сондықтан бұл жаңағы менің ана өзінің қызы тәтеме сақтап қызған Биғаша тәтеме, мен өскеннен кейін Биғаша тәтем маған берген. Сонымен бұл кимешекке 2 ғасыр болған. Бұл кимешек өте жаңағы кең, алдыңғы жағы ұзын болады. Өйткені бүйтіп балаларды емізгенде ыңғайлы болу үшін ұзындығы етекке шейін болады. Бұл жаңағы 60-тан асып 70-ке келген әжелер, байдың, бидің бәйбішелері,
сондай киген екен бұрын. Әжем айтып отыратын әйтеуір. Мінекей, осыны көзіңнің қарашығындай сақтап, осыны киіп, осының тарихына айтып, сөйтіп жүр деген еді әжем. Әжем өзі 97-ге келгенше сондай тың кісі болды, өте тың кісі болды. Менің шешем 1 жасында, әкем 2 жасында қайтыс болғанда, сол кісі мені асырап баққан. Ол кісі өте пысық, өте шебер, өте керемет, ақкөңіл, осы бәрімізге жаны ашып, бәрімізді бағып, қағып, шамасын келгенше жеткізген сол кісі болады. Бұл жаңағы киелі кимешек. Мен өзімде тігіп аламын кимешекті, бірақ та мынау енді ерекше кимешек. Жастар қазір жаңа елегізіп, сол хиджаб деген бір бәлені киіп алып жатыр. Одан кейін жаңағы пәрәнжі сияқты бірдемелерді өкей қап-қарағып киіп алып жатыр. Ол дұрыс емес. Біздің ата-бабамызда ондай киген жоқ. Қара киімді тіпті киген жоқ. Әуелде біреу қайтыс болса да қара киім киген жоқ. Өйткені ата-бабамыз жеріміз дарқан, көңіліміз ақ, ешқашанда ақ көңіліміз қараймайды деп айтатын әжелеріміз, сөйтіп айтатын. Сондықтан орамал салып жүру керек. Орамалдың да қазір неше түрлі әдемілер шығып жатыр. Қарасаң неше түрлі әдемі қылып тұрып салып алуға болады екен. Онан кейін жаңағы енді осындай кимешектің де түрлерін киюге болады. Әр күнделікті киетін кимешек, бұлай той-томалаққа киетін кимешек, жаңағы сүндет тойларға киетін кимешек. Сондай барлығын біздің ата-бабамыз ешқашан қара кимеген. Сондықтан осы ұлттық киімдерді, кимешекті әсіресе жариялап, соны жаңағы кейінгі балаларға тәрбие ретінде көрсетіп жатыр. Ақ кимешек басындай адалдықтың белгісі, елемесең жұрт тыныш, амандықтың көрнесі. Ұлытымыздың үлгісі, салытымыздың үрдісі, бір бойыңда жұртымның арғысы мен бергісі. Кимешек дейтін киелім, киеге басым дейемін, сәлем беріп сәліме, бисмилля деп киемін. Ақ кимешек басындай ақ пейілдің көрнесі, асыр-тасыр ғасырдай ізгіліктің белгісі. Тоздырыпты жарыңдай, сындырыпты сағыңды, өңір салып өңгеріп, көтерсем деймін бағыңды. Жат елге жай ғана бұйымсың, мен үшін ақ боз үйімсің, ақ самал болып